армысыздар ағайын. Ендігі тақырыбымыз бұл қазақтың медицинасы турасы болмақ. Біздің аталарымыз ерте заманнан мына медицина адам денесін зерттеген және сол салада көптеген жетістіктерге жеткен. Мына Өтебайдақ Тілеуқабылдың кітабы бар. Сонда емшілер 24 дәрежеге бөледі. Қарызгөн шипагер деген бұл 23 категория дәреже екен. Сонда жаңа адам өлмесе тірі алып қалатын дәреже. Ал енді 24 дәреже ол өлген адам тірілтеді деп айтады. Бірақ оған менің уақытымда немде жетпеді дейді. Енді Қытайдың жазбасында біздің аталарымыздың жаңағы елшілікке барады, албан деген елден. Юбан деп айтады, юбан деп отырған албан. Осы қазіргі Тұрпаннан кетеді. Қашқария деп жүрміз ғой, сөзде албандардың қас күнес деген, қас деген албанның бір тармағы. Қаспи деген сазанаттан шыққан, қапқас деген де сол қап тауында қыптар тұрған, сол қап болып тұрған, сол қастар болғаннан кейін екінші ана тау қапқас деп аталған. Қап пен қастың тауы деген сөз. Оны орыстар тілгеней Кавказ деп алды. Шындығында ол қазақтың атауы қапқас. Ал енді осы юбандардан елші барады да императорға барып елшілік жүріп жатқан кезде елші айтады, біздің арамызда өлген адамды тірілтетін емшілер бар деп айтады. Император сенбей қояды. Мүмкін емес дейді. Қалай өлген адам тірілтеді? Бізде емшілер бар, біз оны өлген адам тірілте алмаймыз дейді. Сонда уәзірге, бас уәзірге құлағына сыбырлайды, мына бір қарақшы отыр ғой түрмеде, қамап қойған, зандада жатыр, 15 адамды өлтірген, өлім жазасына кесіп едіңіз ғой. Соны өлтірейік деп берейік, ақыры өлтіреміз ғой дейді. Император қуанып кетеді, жарайды, істеңдер, өлтіріңдер деп беріңдер дейді. Өздері өлтіріп береді. Соның бірталай уақыт өткеннен кейін император шақырады, жаңа өздері өлтіріп берген адам тірі тұрған кезде император құлап қалады ғой. Жазыңдар дейді ғой, мынау жазыңдар, мынау керемет. Сонда Қытай медицинасы, Тибет медицинасы деген бұл біздің аталарымыз медицинасы. Біздің аталарымыз ерте заманнан Алла тағаламен байланысы болған. Өйткені біздің аталарымыздың жеткен жетістіктері өте керемет. Олардың жетістіктердің бәрін әркім өзі еленіп жүр. Өйткені қазақтар өздерінің тарихын зерттеп жатқан жоқ. Қазақтардың оянатын кезі болды. Қазақтар ояныңдар. Мына кітапты сатып алып, осы кітапта жаздым сол қазақтардың медицинасы, металлургиясы, басқа жеткен жетістіктері, үй салу, үйлер. Біздің қазақтардың үйлеріне дейін туалет су ағып тұрған. Ол уақытта қалалардың бәрінде канализация су құбырымен келіп тұрған. Соның бәрін электричество жоқ заманда біздің аталарымыз қалай жасады? Бізді өлген адам қалай тірілтті? Қазақтардың музыкасын айтсаңызшы. Мына нотаны бірінші қазақтар түсірген. Оны Әл-Фарабиден бұрын Қорқыт баба түсірген. Осының бәрі біздің қазақтардың жеткен жетістігі осы кітапта бәрі айтылады. Тыңдармандарыңызға рахмет. Қысқаша әртүрлі тақырыптарға әңгіме